Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, Алтын доп арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Реал Мадрид Родриді өздерінің қатарларына қосты. Дастан Сатпаевтың алғашқы ойынынан кейін Хави Алонсоның ойы қандай? Ювентус Бруно Фернандешті алу үшін жұмысты бастады. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып кетсеңіздер, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді әдептен озбай, көп созбай бастаймыз. Кеттік. Реал Мадридтің жаңа ойыншысы жайлы айтайық. Енді бұған дейін ауысуы мүмкін, ықтимал деген ақпараттарды айтқан болатынбыз. Енді ресми Родри Реал Мадридтің ойыншысы деп айта берсек болады. Себебі әлемдік инсайдер Фабрицио Романо осыны бізге жеткізді. Родримен келісімге келді. Енді Манчестер Ситимен келісімге келіп жатыр. Жалпы Реал Мадрид деген өзі 48 сағатта мәселені тындырады, мәселені шешеді. Оны өздеріңіз білесіздер. Манчестер Ситимен әңгімені кеше бастап кеткен. Демек, сіздер осы видеоны көріп отырған кезде қазірдің өзінде ресми Реал Мадрид Родри біздің ойыншысы деп әлеуметтік желілерге салып та жатқан шығар. Енді Реал Мадридқа Тони Кросс кеткеннен кейін ортаға нақты ойыншы керек болды ғой. Но алтын доп алған ойыншыны қатарларына қосып отыр. Родри шынымен де Педриді отырғызып тастаған Барселонаның Испанияда ойнап жүргенде бұл өте мықты ойыншы. Дәл қазіргі Реал Мадридқа керек ойыншы. Жозе Мауриньо да бұған дейін Родримен келіссөздер жасап, келісіп, хабарласып жүрген екен. Жозе Мауриньоның да қалап отырған ойыншысы осы Родри. Енді Родриді Реал Мадридтан жұлып аламыз деп Парис Сен-Жермен қолынан келгеннің бәрін жасап көрді. Парис Сен-Жерменнің президенті Насер Аль-Хелаифидің өзі хабарласты Родриға, бірақ Родри арман мақсатынан бас тартпады. Мен Реалға барғым келеді, кешіріңіз деді. Және де Барселонаның да испаниялық ойыншылары Барселонаға шақырған екен Родриді. Кейбір ақпараттарға сүйенетін болсақ, бірақ ол жаққа да барғысы келмеген, тек Реал деп отыр. Енді Реал Мадрид Родриді Манчестер Ситидан 50 миллион евроға алатын болады. Барселона 48 сағат сайын қырып жатқан жоқ, бірақ та бұл клубтың да жанкүйерлері көп болғандықтан бұл клуб жайлы біз ақпараттарды берейік. Болжам бойынша, қазіргі айтылып жатқан ақпараттар бойынша енді ресми ақпараттар жоқ. Барселона Левандовски осы кеткелі, Левандовскидің орнына кетем дегелі әлі таба алмай келе жатыр. 9-дықты Хулиан Альваресті соңына дейін күтеді, және де Хулиан Альвареспен қазір Барселона хабарда отыр. Хулиан Альварестен сұрап отыр, мен кетем деп, тағы да кішкене өз күшіңді көрсет, кететініңді айт, жеткіз, жолыңды аш, біз сен алайық деп Барселона Хулиан Альвареспен сөйлесіп жатыр. Енді одан бөлек Ферран Торрес кетіп қалуы мүмкін деген ақпараттар бар, бірақ Ферран Торреспен әлі Барселона жаңа келісім шартқа қол қойған жоқ. Келіссөздерді бастаған жоқ. Ферран Торрес өз жан-жақ қызыға бастағанда жақсы ойыншы ма деп қалады екенсің. Негізі бір керемет қырып жүргенін байқамайсың. Қисық қой негізі. Бірақ жан-жақта топ клубтар алғысы келіп отырған кезде, ойбай, мынаны жібермей-ақ қойған дұрыс па деп ойлап қаласың. Барселонада қазір өзі әрең жүрген кезде шабуылшы таппай, Ферран Торресті қазір Парис Сен-Жермен алғысы келіп отыр, Арсенал алғысы келіп отыр, Атлетико Мадрид алғысы келіп отыр деген сияқты топ клубтар қатарына қосқысы келеді, кәдімгідей қалап отыр. Орталық шабуылшыға Крупиді алады деген ақпараттар шыққан болатын. Бормундтың шабуылшысы, бірақ ол жарақат алып қалды, 3 айға қатардан шығып қалды. Енді алмайтын шығар оны. Оларда бәрі таласқан кезде Бормунд ешкімге бермейміз деп, ақыр соң осылай болды. Крупи қазір жарақат алып қалды. 4 ай, 3 ай, кемі 3 ай алаңға шықпайды енді. Барселона үшін енді Хулиан Альваресті ала алмайтын болса, тағы да бір нұсқа бар. Ол Влахович, Душан Влахович Барселонаны күтіп отыр. Әйтпесе, Душан Влаховичқа түрік лигасынан өте керемет ұсыныс келіп тұр. Барсаның бір ауыз жауабын ғана күтіп отыр, бір ауыз сөзін күтіп отыр. Енді барынша Барсаға қосылу үшін жалақысын да төмендетуге дайын Душан Влахович. Ал Барсаның бар арманы Хулиан Альварес. Егер де осы жазғы трансферлік терезеде Хулиан Альваресқа жете алмай қалатын болса, Душан Влахович қатарларына қосуы мүмкін, бірақ Влахович та ондай өте ұзақ күте алмайды. Сондықтан енді қазір Барселона қиын кезеңде жүріп жатыр қазір. Челси жайлы айтпасақ неге біз қазақша арна болып жүрміз, достар. Челсиді айтамыз. Себебі Дастан бар ол жерде. Дастан Сатпаев
О, Дастан Сатпаев деп ең бірінші ойында Сиднейға қарсы алғашқы голды 6-шы минутта Дастан Сатпаев салды. Қандай керемет гол салды. Оның скорсы бар екенін де көрсетті. Дәл сол жерде жұлып озып өтіп кетті де соққысының өзі өте әдемі болды. Және де дриблингпен де көрсетті. Одан кейінгі голға қатысы болды. Енді Дастан Сатпаев шынымен де бұл ойында өзін жақсы жағынан көрсете алды. Дастан Сатпаев жайлы сұрақта қойылды Хави Алонсоға ойыннан кейін. Сол кезде Хави Алонсо: "Я Дастан Сатпаевты мен Алматыға барғанмын, былтырдан бері танимын. Дастан Сатпаевқа үміт артамыз. Ол бүгінгі ойында менің көңілімнен толықтай шықты", деді Дастан Сатпаев. Бірақ енді әлемдік басылымдар әлі нақты Дастан Сатпаев Челсида қалады ма осы маусымда немесе жалға кетеді ма белгісіз. Енді Челсидан сатылатын шабуылшылардың да саны бар. Джексон бар, Николас Джексон, Делап бар. Осыларды сатуға қойып жатыр. Осыларды сататын болса, Дастан Сатпаев осылардың орнында қалуы керек. Бірақ Дастан Сатпаевты Челси қандай жағдайда да өшіріп алғысы келмейді. Олар жақсы ойнап тұратын, ойын уақыты көп берілетін бір клубқа жалға беруде мүмкін. Енді егерде осы предсезонкада жақсы өнер көрсетсе, бұйыртса Челсида қалады, АПЛда алғашқы қадамы болады лигада. Енді дәл ертең Тоттенхэмға қарсы ойнайды. Тұғырлы Тоттенхэм, мен Тоттенхэмнің жанкүйерімін, өздеріңіз білесіздер. Челсиді ұтып қояды-ау деп тұрмын мен негізі. Бірақ Дастан Сатпаевтың осы Тоттенхэмға гол салса, бір бүйрегі жаймен бұра бастайды Хави Алонсо. Сондықтан да екі жаққа да жанкүйер болатын сияқтымын. Ертең Дастан Сатпаев Тоттенхэмға гол салса екен, ең бір топ клубтарға гол салса, осы жер көрінетін жері. Сондықтан бір Тоттенхэмға әдемі гол салса деп тілеймін енді. Бірақ енді Тоттенхэмнің жеңгенін қалаймын. Енді Дастан Сатпаевтың Челсида қалмауын тек қана бір адам шешеді, ол Хави Алонсо. Хави Алонсоның қолында алдағы ойындарда өзін жақсы көрсетсе екен. Дастан алғашқы ойыны супер, керемет. Бәріміздің көңілімізден шықты. Тағы да дәл осындай ойындарды, бұдан да мықтырақ ойындарды біз Дастаннан күтеміз. Дастан красавчик. Қазақ елінің, қазақ футболының бір легендасы, мақтанышы болшы сен. Әумин. Италия ұлттық құрамасынан қазір Кабо Верде атақты ғой негізінде. Италия мүлдем соңғы кездер жолы болмай жүр, және де өздеріне керекті бапкерден тапқан сияқты. Ол Роберто Манчини, бұрынғы бас бапкері. Осы бас бапкердің кезінде Италияның бір жарқыраған сәттерін байқаған едік. Сондықтан енді сол бұрынғы жұмысты қайтадан алып келейік, қайтадан бас көтерейік, көгерейік, көктейік деп жатқан Италия ұжымына рахмет. Роберто Манчини өте дұрыс бапкер. Роберто Манчини осы қысылтаяң кезде мен кетіп қалғаным үшін федерациядан кешірім сұраймын, және де келесі әлем чемпионатына қатыстыру менің ұлы мақсатым деп білем, осы елдің, халықтың алдында, деді Манчини. Енді сенеміз, Италияны жақсы жүргізе алады деп ойлаймыз. Менде кәдімгідей сенім бар. Енді әлем чемпионы болмаса да әлем чемпионатына міндетті түрде қатысатын ұлттық құраманы жасап шығара алады Роберто Манчини. Енді көбі Пирло болады деген ақпараттарды да шығарған еді. Пирломен біраз мәселеде келіссөздерге келмей қалған сияқты. Пирло да негізі өте әдемі нұсқа еді. Пирлоң былай тұрсын, негізі Гвардиола келеді деген ақпараттар болған болатын. Бірақ соңында Роберто Манчини келді. Ресми Италия ұлттық құрамасын енді бұл әлем чемпионатына алып шыға алады деп сенеміз. Италияның жаңалықтарынан кейін Италиядан алыстамайық. Ювентус жайлы айтайық. Ювентуста мына жүрісіміз болмайды, жұрттың балаларын қараш деп бір бас көтеріп жатқан жайы бар екен. Бруно Фернандешті алғысы келеді. Манчестер Юнайтедтің капитаны. Бұны кім алғысы келмейді? Бұны біраз адам, біраз клуб алғысы келеді. Біраз президенттер өзінің қатарына қосқысы келеді. Жасы келіп қалды, бірақ ойын деңгейі өте мықты. Бруно Фернандешті Галатасарай өзінің қатарына қосу үшін келіссөздерге баруға дайын. Сауд Арабиясы күтіп отыр. Бруно Фернандешке жақсы ақша ұсынып, олардан бөлек топ европалық екі клуб бар. Оның бірі Бавария, бірі Пари Сен-Жермен. Бұлар да Бруноны өздерінің қатарында көргісі келеді. Осылардың қатарына қазір Ювентус қосылды. Ювентус қосылып алғашқы ұсынысты да жасап көрген екен, бірақ та бірден қиындыққа тап болды. 75 миллион евро сұрап отыр Бруно Фернандешке. Ал енді Бруно Фернандештің
Манчестер Юнайтедпен келісім шарты бірақ маусым, осы маусымдан кейін бітет болды. Соңғы маусымдағы келісім шарты ғана қалды. Бруно Фернандештің өзіне жаңа келісім шарты ұсынып отқан жоқ Манчестер Юнайтед. Енді не дегенмен де тағы да келіссөздер жүргізеді. Ювентус барынша бағасын түсіретін болады. Ол бағасын түсіріп алғанмен де Ювентустың қазір жағдайы оның жалақысын, ол сұраған жалақыны бере алатындай жағдайда емес. Енді айтып бүйтіп бірден кесін қылуға болады, бірақ та егер Бруно Фернандешті бір 60 миллион евро алатын болса, оған жақсы жалақы салатын болса, беретін болса, онда осыдан басқа Ювентус трансфер жасамайды деп толықтай айта беруге болатын шығар. Себебі сол 60-70 миллионның айналасында ғана трансфер жасауға шамасы жетеді Ювентус клубының. Енді Бруно Фернандеш деген өзі бір адамды алсаң да бір командадан алғандай боласың ғой. Бір өзі бір команданың жұмысын жасап береді, жүргізіп береді ойынын. Сондықтан да бұл ешқандай өкінетіндей де нәрсе емес. Бруно Фернандеш Ювентусқа барса, Ювентус шынымен де бір көтеріліп қалатын сияқты меніңше. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар.